Мейрамбек Файзуллаұлы Тасқынбай терең сайдың жиегінде тұрып, төменге үнсіз көз тастады. Төменде ірі тастар мен құлаған ағаштардың арасында үш дене сұлық жатыр. Саржан, Қуат, Ербол. Осыдан бір жыл бұрын жалғыз қызының өмірін қиған әлгі үш басық. Мейрамбектің көкірегінде не қуаныш, не жеңілдік сезімі жоқ. Тек аңыраған бостық қана. Бұл ісі Ақеркесін қайтарып бермейді. Оқиға 1983 жылдың шілде айында Күмісбұлақ деп аталатын шалғайдағы таулы өлкеде өрбіді. 51 жастағы Мейрамбек Файзуллаұлы осы өмірдің қорғышысы. Бойы 178 сантиметр, денесі ширақ, жаурынды, қара күштім иесі. Жүзі күнғақты, маңдайында терен әжімдері бар, сақалына ақ кірген. Қос жанарынан суық сесеседі. Қолдары қажырлы еңбектен мүйізгеттеніп кеткен. Жаз айларында жеңі түрілген ескі көйлек, қалың кенеп шалбар және қонышы биік етік киіп жүреді. Сөзі салмақты, әр сөзін ойланып баяу сөйлейді. 1952 мен 55 жылдар аралығында әскерде мергендер ротасында қызмет еткен. Оңтүстік шекарадағы бүлікшілерді құрықтау ісіне қатысып, ерлігі үшін медальмен марапатталған. 30 жылдан бері осыны орманда күзетіп келеді. Айнала 200 шақырым жердің әр бұтағы мен соқпағы оған өз үйінің төріндей таныс. 10 жыл бұрын жарынан айырылған соң, жалғыздықтың тауқыметін тартты. Жұбайы өкпе қабынуынан бақилық болған еді. Жалғыз қызы Ақерке 24 жаста болатын. Ол ауылдағы бастауыш сынып мұғалім еді. Талды бойлы, қолаң шашын бұрым етіп өрген, әкесіне тартқан сұрғылт жанарлы ақ көңіл жан еді. Оқушылары оны ерекше жақсы көретін. Ақерке демалыс күндері әкесінің қорықшыл ашағына келіп, шаруасына жәрдемдесіп, болашақ жары, ауылдық емхананың фельдшері Олжаспен күзде той жасауды армандайтын. Шілде айының шуақты күндерінің бірінде арнайы рұқсат қағазымыз бар деп, қаладан 3 еркек аңшылыққа келеді. Шын мәнінде олардың құжаттары жалған, барлығы тамыр таныстықпен реттелген еді. Саржан бұл істі жоғарыдағы лауазымды адамдар арқылы шешкен. Оларды ауылдан 40 шақырым ұзақтағы орман ішіндегі жайлы аңшылар үйіне орналастырады. Саржан 47 жаста, министрліктің басқарма басшысы. Еңгезердей толықша келген, төбесінде шашы жоқ. Қымбат шетелдік киім киіп, аузынан кемексін тастамайды. Жоқ деген сөзді естіп үйренбеген өркөкірек жан. Бұл топтың басшысы әрі ем озбыры осы еді. Қуат, 44 жаста, қауіпсіздік қызметінің жоғары шенді офицері. Орта бойлы, спорттық дене бітімді, суық жанарлы. Өзін ешкім тиісе алмайтын құдай санайды. Өте сұрқия әрі қауіпті мерген. Ербол, 42 жаста, қаладағы ірі кәсіпорынның директоры. Аласа бойлы, жирен шашты, ішімдікке салынған нәпсі құмар жан. Мықтылардың айтқанын етпейтін жарамсақ. 12 шілде жексенбі күні Ақерке әкесіне қарай жол тартады. Автобустан түскен соң 8 шақырымдық таныс соқпақпен жаяу келе жатқан еді. Сөмкесінде әкесіне арналған сүрленген ет, нан, шай мен газеттер бар. Қыз бала ән айтып жидектеріп келе жатып, күтпеген жерден мас аңшыларға тап болады. Қарындас, бізге аңшылар үйіне баратын жолды көрсетіп жіберші, дейді Саржан мысқылмен. Ақерке сыпайы түрде бағытты көрсетіп, тезірек кетпек болады. Бірақ Қуат оның жолын бөгеп, Ербол білегінен шап беріп ұстайды. Жіберіңіздер, көмектесіңіздер деп шыңғырған қыздың дауысын меңіреу орманнан басқа ешкім естімеді. Олар Ақеркені ескі жолдың жиегінде бұталар арасында кезекпен қорлайды. Қыз бала қарсыласып тұрмысса да, мас семіздер оның әлсіз денесін жаншып тастады. Ербол оны жыдырықпен ұрып үнін өшірсе, Қуат аузын басып тұрды. Болар арам ниеттерін іске асырған соң, Ақерке үсті басы қан, киімі жыртылған күйде жерде жылап жатып қалды. Істің артын тазалау керек, деді суыққанды Қуат. Қойшы, мына ауылдың ақымақ қызы
бізге не істей алады деп Саржан міңгірледі. Бірақ Қуат тәуекелге барғысы келмеді. Ол қалтасынан өткір пышағын шығарып, Ақеркеге жақындады. Жалынды өшірмесем болмайды. Менің мансабым, мен отбасым бар деп, ол қыздың ішінен пышақ салып жіберді. Бір рет, екі рет. Ақеркенің жанары соңғы рет күміс бұлақтың аспанына қарап, мәңгірікке суыды. Ербол шошық кетіп, құсып жіберді. Олар денесін 300 метрдей жерге сүйреп апарып, керең сайға тастады. Үстін бұта бүргенмен, мүкпен жауып, бұл жерде ешкім таппайды. Аң құс пен жәндіктер бір аптада жоқ қылады деп, ештеңе болмағандай кетіп қалды. Алайда олар орманның иесі бар екенін, ал Алланың әділдігі ерте ме кеш пе орнайтынын ұмытып кеткен еді. Осыдан тура 1 жыл өткенде, Мейрамбек сол қанішерлерді осы жерде, Ақеркенің жаны тапсырылған мекенде өз қолымен жазалады. Мейрамбек беліндегі қапшығынан 600 теңгені, бұрынғы 100 сомның 6 еселенген құны шығарып, мұқтаждарға садақа етуге ниет етті. Ол жай намазын жайып, марқұм қызының рухына бағыштап, Құран оқыды. Уа жаратқан ием, қиянатқа жол бермегеніңе шүкір деп күбірледі ол. Төмендегі 3 мәйіт енді кек жердің астында ғана жауап беретін болады. Жаңбырдан кейін жер лайсаң болып, іздер шайылып кеткен еді. Қанішерлер өз қосшасына қарай бет алды. Мейрамбек Файзуллаұлы болса, лашығында қызын күтіп отыр. Әдетте ол 5 ауа сағат 4-терде келуі тиіс еді. Қазір ақшам уақыты болып қас қарайды. Сағат 8-ден асты. Көңілі алаңдаған әке соқпаққа шығып қарсы жүрді. Ақерке деп айғайлайды. Бірақ но орман жауапсыз. Кеп үнсіздік қана. Ол Аққайың ауылына дейін барып, автобекеттен сұрастырды. Қызы түскі сағат 12-дегі көлікпен келіп, соқпақпен кеткенін естіді. Мейрамбек кері қайтып, олына шырағданын салып, әр ізіне үмілді. Ештене жоқ. 13 шілде. Таң ата ол Арқасүйір, Медвежья гора кентіндегі тәртіп сақшыларына барды. Қызының жоғалғанын айтты. Жауапты маман арызды жазып алып, бәлкім адасқан шығар, немесе құрбысына кеткен болар, күте тұрмыз, табылар деп салғырт жауап берді. Мейрамбек, ол бұл өлкөніменен артық білет. Адасуы мүмкін емес. Бір сұмдықтың болғаны анық деді. Содан соң ауылдың 10 шақты жігітін жинап, орманды шарлады. Соқпақтың екі жағын сүзді, бірақ дым таппады. Арада бір апта өткенде, 19 шілдеде, аңшылық шаруашылығының қарауылдары ескі жолдың бойынан қолқаны қабатын тәтті әрі жағымсыз иіс сезеді. Иіс шыққан сайға барып бұталарды ашқанда, олар адам шошитын көрініске тап болды. Бір апта ішінде аң құс пен жәндіктер өз дегенін істеген. Бірақ киімі мен шашынан бұл Ақерке екені белгілі болды. Тергеуші келіп хаттама толтырды. Мейрамбек мәйітханада қызының иығындағы аң тимеген қалынан оны таныды. Он үнсіз тұрды, жылаған жоқ. Сараптама қыздың іші мен төсіне пышақ салынғанын, қансырап және қорлық көріп қайтыс болғанын растады. Өлім уақыты 12 мен 13 шілде аралығы. Тергеуші сол күні орманда болғандарды, соның ішінде қаладан келген 3 мейманды да сұрақ қалды. Саржан, Қуат және Ербол. Біз тым алыста аңда болдық, ешкімді көрмедік, ештеңе білмейміз деп жауап берді. Бір-біріне куәлік етті. Олар сыйлы адамдар, құжаттары түгел. Мейрамбек тергеушіге барып, сол үшеуін мұқият тексеріңіздер. Солардың қатысы болуы мүмкін деді. Бірақ тергеуші, олардың сөзі бір жерден шықты. Айғақ жоқ. Біз заң бойынша жұмыс істейміз деп бетін қайтарды. Бір ай өтті. Қалалықтар үйлеріне қайтты. Ақерке Тасқынбай қызының ісі айғақ жоқ деп тоқтап қалды. Мейрамбек жоғары жаққа, облысқа, тіпті Астанаға хат жазды. Бірақ келген жауап біреу. Тергеу жүріп жатыр, кінәлілер табылады. 3 айдан соң іс ресми түрде жабылды. Мейрамбек қызын Арқасүйір зиратына жерледі. Жаназаға ауылдастары, мұғалімдер мен оқушылары жиналды. Имам дұға оқып, табыт жерге қойылды. Мейрамбек құлпытасқа қарап,
тас боп қатып тұрды. Көзінен бір тамшы жас шықпады. Бірақ оның сұр мергендік түйсігі кінәлілердің сол үшеуі екенін айтып тұрды. 1983 жылдың қазаны. Мейрамбек лашығына оралды. Жалғыз тұрады, жұмысын істейді, бірақ мүлдем сөйлемейтін болды. Ауылдастары оған аяушылықпен қарайды. Ол кешкісін пеш түбінде отырып, пышақтарын қайрап, мылтығын тазалайды. Ішпейді, шекпейді, аз жейді. Көзқарасы суып, қасқырдың жанарындай бос әрі қатал болып кетті. Ол аңшылық кеңсесіне барып, әлгі жазда келген қонақтар тағы келе ме деп сұрады. Бастық: «Иә, олар 10 жылдан бері әр шілдеде келеді. Лауазымды адамдар, ақшасын 6 есе артық төлейді, шамамен 600 теңгедей сыйақы береді. 5-ші нөмірлі қосшаға орналасады», деді. Мейрамбек үнсіз бас изеп кетіп қалды. Ол дайындала бастады. Қаншердер өздеріне сәттілік әкелген жерге міндетті түрде оралатын біледі. Олар жазасыз қалдық деп масайрап жүр. Мейрамбек еден астындағы жасырын жерден майланған шүберекке оралған, соғыс кезінен сақталған ескі мергендік мылтығын шығарды. Енді ол өз сотын бастамақ. Мейрамбек қарт мылтығын бөлшектеп, әр тетігін мұқият тазалап, майлады. 30 жыл бойы көздің қарашығындай сақтаған мергендік мылтығы әлі де мүлтіксіз. Оптикалық көздеуші бүтін, линзалары мөлдір. Ол елсіз орманға барып, нысана көздеп жаттықты. 300 метрден 5 тиындықтай жерге, 400 метрден алмадай нысанаға дәл тигізеді. Қолы дірілдемейді, жанары әлі де қырандай өткір. Ол 5-ші нөмірлі аңшылар үйінің айналасын жіті зерттеді. Барлық соқпақтарды, таса жерлер мен оқ атуға қолайлы тұстарды жадына тоқып алды. 3 негізгі бекет дайындады. Бірі 200 метр жердегі төбешік, екіншісі 350 метрдегі биік ағаш басы, үшіншісі 400 метр қашықтықтағы қалың шыршаның арасы. Бұған қоса, ата-бабасы аю мен қасқыр аулаған ескі әдістермен қақпандар мен орларды дайындады. Ол асыққан жоқ, тұп-тура 1 жыл күтті. 1984 жылдың шілдесі. Мейрамбек аңшылық кеңсесіне барып, жай барақат. «Әлгі қалалықтар биыл келе ме?» деп сұрады. Бастық: «Иә, 1 аптадан соң келеді, бәрі дайын», деп жауап берді. 10 шілде күні 5-ші нөмірлі үйдің алдына көлік келіп тоқтады. Ішінен баяғы үшеу шықты: Саржан, Қуат және Ербол. 1 жыл ішінде сәл қартайған Саржан тіпті семіріп кетіпті. Қуат полковник шенін алған, ал Ербол қалада көңілдес тауып алыпты. Олар қарқылдап күліп, көліктен ішімдік пен тамақтарын, мылтықтарын түсіре бастады. Шіркін, даланың ауасы-ай. Қаладан шаршап едік, мұндағы бостандыққа не жетсін, деді Саржан масайрап. Өткен жылғы әлгі қыз енді жоқ қояды деңдеп күлді Қуат. Ой соны Қуат, ол әлі түсіме кіреді, деп Ербол күмілжіді. Жасық болма Ербол, ол біздің амандығымыз үшін керек қадам еді. Ұмыт бәрін, қане, аңшылық үшін алып қояйық, деді Саржан. Олар үйге кіріп, пеш жағып, дастархан жайып, ертеңгі аңшылықтың жоспарын құрды. Ал олардан 300 метр жерде, құлаған қарағайдың тасасында Мейрамбек жатты. Бетіне күйе жағып, басына бұталармен көлегейленген тор киген. Алдында ескі мергендік мылтық. Ол қозғалмастан демін ішке тартып, терезеге қарап нысанаға алып жатты. 11 шілде, таң сәрі. Сағат таңғы 6 шамасында Саржан далаға шықты. Кешегі ішімдіктен басы ауырып, ауа жұтуға әрі темекі шегуге шыққан бет еді. Ол баспалдақта тұрып, орманның сұлулығына, таңғы тұманға тамсана қарап тұрды. Мейрамбек түн бойы тапжылмай жатты. Суыққа тоңған жоқ. Оны кек оты жылытып тұр еді. Ол Саржанның кеудесінің тура ортасын нысанаға алды. Ара қашықтық 280 метр. Жел жоқ. Саусақ шүріппеге басылды. Дем шығарылды. Тарс. Оқ дауысы бүкіл орманды жаңғыртты. Саржан кеудесін басып, баспалдақтан жерге құлап түсті.
Бірнеше секундтан соң оның демі үзілді. Оқ тура жүрегін тесіп өткен еді. 10 секундтан соң үйден Қуат пен Ербол атып шықты. Қуаттың қолында мылтық, Ерболдың түрі боп-боз. Саржанның денесі мен жердегі қанды көргенде Қуат бірден істің мәнін түсінді. «Мерген, үйге кір тез!» деп айғайлады ол. Олар Саржанның денесін ішке сүйрек кіргізіп, есік пен терезелерді тарс жауып алды. Қуат қауіпсіздік қызметінің адамы ретінде жағдайды тез бағамдады. Оқ төбешіктен атылды. Кәсіби Мергеннің ісі. Бұл кездей соқтық емес, бұл аңшылық. Кек бұл жолы аң, олардың өздері. Ерболдың дауысы дірілдеп, «Бұл кім? Бізге кім оқ атты? Не істейміз?» деп еңіреді. «Жағымды қарсы, ойлан», деді Қуат суық дауыспен. «Біреу біздің не істегенімізді білет, кек алып жатыр». «Әлгі қыз үшін бе? Өткен жылғы қыз ба?» «Содай болуы мүмкін. Оның әкесі немесе ағайыны бар шығар». «Білмеймін, мен сұрамап едім». «Қап, оған тиіспеу керек еді. Қазір өкінгеннен пайда жоқ. Аман қалуымыз керек. Бізде де мылтық пен оқ бар. Көліктегі байланыс құралына рация жету керек. Бірақ көлік сыртта, оқ астында. Олар түн болғанша үйде тығылып отыруға мәжбүр болды». Қуат қараңғыда Мергеннің оптикасы істемейді деп үміттенді. Осылайша олар күні бойы ажалдың тынысын сезініп, үй ішінде қамалып отырды. Қуат терезенің жапқыштары арасындағы саңылаудан сығалап, оқтың қайдан атылғанын аңдумен болды. Ербол болса, қабырғаға сүйеніп, еденде отырған күйі шөлмектен арақты сіміріп, қалтырап дірілдеп жатыр. Саржанның денесін ескі көрпемен жауып қойған, едендегі қан әлі кеппеген. Мейрамбек Файзуллаұлы бұл уақытта орнын ауыстырып үлгерді. Төбешіктен түсіп, үйді айналып өтіп, екінші бекетке 350 метр жердегі кәрі қарағайдың басына шықты. Өзін құлап кетпес үшін жуан бұтаққа қайыс белбеуімен байлап алды да, мылтығын ашамайға қойды. Бұл жерден үйдің алдында 50 метрдей жерде тұрған УАЗ көлігі ап-анық көрінеді. Ол қаншерлердің түнде көлікке ұмтылатынын білді. 11 шілде түн ортасы. Сағат 12-лер шамасында үйдің есігі ақырын ашылды. Қуат сыртқа сығалап, құлақ түрді. Айнала тас қараңғы. Кек шырылдаған шегірткелердің дауысы ғана естіледі. Ол Ерболға сыбырлап, «Ақырын, еңбектеп көлікке жетейік. Мен алда, сен соңымда. Жеткен бойда от алдыр да газды бас», деді. Олар еңкейіп көлікке қарай жүгірді. 40 метр, 30 метр, 20 метр. Мейрамбек оларды көздеуіштен бағып отыр. Аспанда толған ай туып тұрғандықтан айнала жақсы көрінеді. Ол Қуаттың жауырынының ортасын мысана қалды. Демін шығарып, шүріппені басты. Қуат жерге сұлап түсті. Оқ оның өкпесін тесіп өткен еді. Ол аузынан қан атып, қырылдап, жер бауырлап алға жылжымақ болды. Ербол болса, зәресі ұшып айғайлап жіберді де кері қарай қашты. Мейрамбек оныдан сана қалған, бірақ Ербол үйге кіріп, есікті іштен іліп үлгерді. Қуат көліктен 10 метрдей жерде қанға тұншығып, көліктегі байланыс құралына, рация, қолын созып жатты. Бірақ тұруға қауқар жетпеді. Қолы көліктің есігіне жетпей, қырлы бәсеңдеп, денесі суыды. Үйде Ербол жалғыз қалды. Үшеуінен тірі қалған тек соңғысы. Ол қабырғаға тақалып, тістері сақылдап, қалтырап отыр. Мылтығы қолынан түсіп кетті. Қолдары билейді. Арақты жұтып жатып, қақалып шашалып жылайды. «Мен мұны қалаған жоқпын. Менің кінәм жоқ. Пышақты салған Қуат қой. Мен емес. Мен тек», деп сандырақтап жатыр. Мейрамбек ағаштан түсті. Ол үйге қарай аруақтай үнсіз жақындады. Етікшісі де дыбыс шығармайды, бұтақ та сықырламайды. Үйдің қабырғасына келіп іштегі мас адамның күңіренгенін тыңдап тұрды. Ол таң атқанша сонда отырды. Түн бойы көз ілмей жұлдыздарға, айға, ну орманға қарап қызын ойлады. Оның кішкентай кезін орман ішінде жүруді үйреткенін, аңдардың ізін қалай тануды, жидек пен саңырау құлақты қалай ажыратуды көрсеткенін еске алды.
Оның сыңғырлаған күлкісі құлағына келді. 12 шілде 1984 жыл. Таң сәрі. Ақеркенің өлгеніне тура 1 жыл болды. Мейрамбек орнынан тұрып, есіктің алдына келіп, анық әрі сабырлы дауыспен: «Шық сыртқа. Жалғыз қалдың. Өзің шық. Әйтпесе, үйді өртеймін» деді. Іштен Ерболдың жыламсыраған дауысы естілді. «Атпаңыз. Мен шығам. Бәрін айтып берем. Менің кінәм жоқ. Жалынамын». Есік ақырын ашылды. Ербол қолдарын көтеріп, мылтықсыз шықты. Үсті басы масқара, қорқыныштан шалбары су болған. Ол Мейрамбектің түріне қарап, бірден танып қойды. Сіз баяғы қыздың әкесісіз бе? Мен қалаған жоқпын. Қуат пышақпен ұрды. Мен емес. Кешіріңізші. Үйімде бала шағам, әйелім бар. Мейрамбек оған ұзақ қарап тұрып, баяу сөйледі. Менің қызымның да отбасы, балалары, бақытты өмір болу керек еді. Сендер соның бәрін тартып алдыңдар. Ербол тізе бүгіп жанды. Кешіріңіз, мен бәрін тәртіп сақшыларына айтып берем. Кінәмді мойындаймын, тек өлтіре көрмеңіз. Сендер өткен жылы не айттыңдар? Шындықты ма? Жоқ, өтірік айтып жазадан құтылып кеттіңдер. Сендерді жүйе қорғады, бірақ мына орман қорғамайды. Мейрамбек мылтығын көтерді. Ербол жоқ деп айғайлап, бетін басты. Тарс, оқ оның маңдайына тиді. Сол сәтте жан тапсырды. Айнала жым-жырт. Мылтықтан шыққан түтін таңғы аспанға қарай ұшты. Мейрамбек қозғалмастан тұрып, Ерболдың денесіне қарады да, көлік жанында жатқан Қуатқа барды. Оның денесін аяғынан сүйреп, үйге қарай әкелді. Денесі ауыр болса да, бойындағы күш таусылмады. Қуатты Саржанның жанына қойды, сосын Ерболдың денесінде ішке сүйреп кіргізіп, үшеуін қатар жатқызды. Үшеуі де іште. Мейрамбек басын көкке көтеріп, еріндері жыбырлап іштей мінәжат етті. Ақеркем, құлыным, әкең тиістісін жасады. Егер бұл күнә болса, жаратқан кешірсін, бірақ басқа малым қалмады. Мейрамбек Файзуллаұлы бұдан бұлай кәсіби мергендей ширақ, әрі жүйелі қимылдады. Ол жейдесінің қалтасынан 3 бос гильзаны, сол 1 сұмдық оқтардың қабын шығарып, мұқият салып алды. Төбешіктегі ағаш басындағы орынжайларын тексеріп, ізін суытты. Бұтақтармен сыпырып, жерді таптап тастады. Сосын УАЗ көлігіне барып, байланыс құралын істен шығарды. Қанішерлердің құжаттарын, рұқсат қағаздарын алды. Ақшаларына тиген жоқ, тек құжаттарды өртеп, күлін жерге көміп тастады. Үйге қайта кіріп, төрдегі пештің аузын ашты. Онда мәскеуліктердің киімдерін, жеке заттарын, айғақ болуы мүмкін дүниелердің бәрін лақтырып, отты маздатты. Артынан көліктен жанармай құйылған ыдысты алып келіп, үйдің ішіне 3 денеге және сыртына молдап шашты да сіріңке түртті. Қуқыл тартқан ескі ағаш лезде лап ете қапты. Үй лаулап жана бастады. Сүйектердің сытыры мен қара түтін көкке өрледі. От бәрін жалмап, күлге айналдырмақ. Ол мергендік мылтығын асынып, гильзаларын қалтасына басып, өзі ғана білетін жасырын соқпақтармен орманға сынып кетті. 3 сағаттан соң ол өз лашығында болды. Мылтығын еден астындағы жасырын орнына қайта тығып, қолын жүзін жуып, киімін ауыстырды да, ештеңе болмағандай қисайып жата кетті. 1984 жылдың 13 шілдесі. Көрші ауылдың тұрғындары алыстан будақтаған түтінді көріп, өрт сөндірушілерге хабар берді. Олар жеткенде кеш еді. Үйден тек көмір боп қалған бөренелер мен кемір терсек қана қалыпты. 3 мәйіт табылып, оқиға орнына осыдан 1 жыл бұрын Ақеркенім ісін жүргізген тергеуші келді. Мәскеуден келген лауазымды тұлғалар Саржан, Қуат және Ербол екені анықталды. Бұл істің аяғы үлкен тексеріске ұласатыны белгілі болды. Мәйітханадағы сараптама маманы
қуаттың көмір боп күйген кеуде тұсынан деформацияланған темір бөлшегін оқты тапты. Ерболдың бас сүйегінен оқ тесігі анық көрінді. Ал Саржанның денесі тым қатты күйіп кетсе де, оның өрттен емес, оқтан өлгені белгілі болды. Маманның қорытындысы: үшеуі де ірі калибрлі мылтықпен атылған. Артынан іс жасыру үшін үй өртелген. Тергеушілер кімнің кегі болуы мүмкін деген сұрақпен айналаны түгел сұрастырды. Мейрамбек Файзуллаұлына да кезек келді. 11-12 шілдеде қайда болдыңыз деп сұрады тергеуші. Өз телімімде участок болдым. Орманды араладым. Куәгер жоқ. Мен әрқашан жалғыз жүремін деп сабырмен жауап берді Мейрамбек. Мәскеуліктердің келгенін білдіңіз бе? Жоқ, білмедім. Ол менің аймағым емес. Аруымыз бар ма? Тіркелген аңшы мылтығым бар. Мінекей деп. Ол 16 калибрлі қарапайым қосо сауызды мылтығын көрсетті. Мәскеуден КГБ мен прокуратураның арнайы комиссиясы жетті. Министрдің орынбасары мен полковниктің өлімі мемлекеттік маңызы бар іс. Табылған оқтың калибрі 7,62 мм екені, оның Мосин жүйесіндегі ескі соғыс мылтығынан атылғаны анықталды. Айнала 200 шақырым жердегі бұрынғы мергендердің тізімі жасалды. 37 адамның ішінде Мейрамбек Тасқынбай да бар еді. Мәскеуден келген қатал майор Мейрамбекті қайта шақырды. Тасқынбай, осыдан 1 жыл бұрын қызыңыз осы орманда өлтірілді, солай ма? Солай, майор мырза. Іс жабылды. Қылмыскерлер табылмады. Сіз тергеуге көңіліңіз толмайтынын айтыпсыз. Әлгі мәскеуліктерден күдіктендіңіз бе? Мейрамбек үнсіз қалды. Сұраққа жауап беріңіз. Күдіктендім. Олар сол күні орманда болған. Бірақ оларды ешкім дұрыс тексерген жоқ. Содан кек алуды ұйғардыңыз ба? Мен оларды өлтірген жоқпын, деді Мейрамбек көзіне тік қарап. Мергендік мылтығыңыз қайда? 1955 жылы әскерден қайтқанда өткізіп жібергенмін. Құжаттары бар. Лашықты қора-қопсын тінту басталды. Тәртіп сақшылары әр тақтайды сөгіп, әр бұрышты мұқият тексерді. Тінту басталды. Сақшылар лашықтың астын үстіне шығарды. Әр бұрышты сүзіп шықты. Тек тіркелген таза аңшы мылтығын ғана тапты. Басқа ештеңе жоқ. Не Мосин мылтығы, не 7,62 мм гильзалар табылмады. Еден астындағы жасырын орынды да тексерді. Бірақ Мейрамбек оны 1 апта бұрын тінту боларын сезіп, орманның керен түкпіріне ескі ағаштың қуысына тығып тастаған еді. Оны ешкім ешқашан таба алмайды. Майордың қаны қайнаса да, айғақ болмаған соң жіберуге мәжбүр болды. Арада 3 ай өтті. Кергеу тығырыққа тірелді. 10 шақты үй тінтілді. 100-деген адам сұралды, бірақ нәтиже 0. Қылмыскер ну орманға сынып кеткендей. Мәскеу қыспақ қалғанымен ешқандай ілік табылмады. 1985 жылдың қаңтарында іс ресми түрде тоқтатылды. Кінәлілер анықталмады. Мейрамбек Файзуллаұлы өз лашығында өмірін жалғастыра берді. Орманда аралайды, үнсіз жүреді. Ауылдастары оған әр түрлі қарайды. Бірі аяса, бірі күдіктенеді. Бірақ ешкім тіс жарып, ештеңе айтпайды. Ол айына 1 рет қызының басына барып, 10 минуттай үнсіз тұрады да кетіп қалады. 2001 жыл. Мейрамбек Тасқынбай өз лашығында ұйқыда жатып, кәрліктен бақилық болды. Жасы 68 деді. Оны 1 апта хабарсыз кеткен соң, кексеруге келген учаскелік полиция тапты. Оны арқа сүйер зиратына, қызының қасына жерледі. 2 ағаш белгі, құлпытас, қатар тұр. Жаназасына 30 шақты адам, орманшылар, аңшылар, ауылдастары жиналды. Жақсы адам еді, әділ болатын. Орманды да қызын да ерекше жақсы көрді деп еске алысты. Оның заттарын жинастырғанда кек ескі суреттер ғана табылды. Ақеркенің кішкентай кезі, әкесі екеуінің ормандағы сәті, қызының мектеп бітіру кеші. Басқа ештеңе жоқ.
1984 жылға 3 мәскеуліктің өлімі туралы іс архивте ашылмаған қылмыс болып қала берді. Ал орманның кереңінде ескі ағаш қуысында майлы шүберекке оралған мергендік мылтық жатыр. Жылдар өте келе ағаш шіріп, мылтық жер қойнауына мөктің астына кіріп кетеді. Орман бәрін жасырады. Орман бәрін есінде сақтайды. Орманның өз заңы бар. Мәскеу зираттарында 3 сәулетті құлпытас тұр. Саржан, Қуат, Ербол. Олар құрметпен жерленді. Газеттерде қаралы хабарлар басылды. Ал Арғасүйер зиратында 2 қарапайым ағаш белді тұр. Ақерке мен Мейрамбек. Ешқандай жалынды сөз айтылған жоқ. Мейрамбек Файзуллаұлының ісіне қатысты сұрағыңызға келер болсақ, бұл өте күрделі моральдық мәселе. Адами тұрғыдан. Әке үшін бұл әділдік. Мемлекеттік жүйе қылмыскерлерді лауазымы мен байланыстары үшін қорғаға қалғанда, ол жалғыз қызының алдындағы парызын өз қолымен орындады. Ол заңның әлсіздігін өз ерік жігермен толтырды. Ислами және рухани тұрғыдан. Жазықсыз жанды өлтіру ауыр күнә, бірақ залымды жазалау міндет. Алайда үкімді адамның өзі емес, заң мен қазы, судья кесу керек деген қағида бар. Дегенмен заң сатылып кеткен жерде адамның қиянатқа төзбеу сезімі басым түседі. Орман заңы. Табиғатта бәрі тепе-теңдікке негізделген. Егер біреудің өмірін негізсіз қиса, ол өзінің де өміріне құқығы жоқ екенін білдіреді. Меніңше Мейрамбектің ісі қасіреттің шегіне жеткен жанның соңғы амалы. Ол бұл істі ашумен емес, салқынқандылықпен әділдікті орнатушы ретінде жасады. Ол қылмыскерлерді жазалап қана қойған жоқ, олардың қайтадан басқа біреуге қиянат жасауының жолын кесті. Сіздің ойыңызша, заң дәрменсіз болған жерде Мейрамбек сияқты әкелердің өз сотын жүргізуіне моральдық құқығы бар ма?